пластмасс ыдысқан Қазақстан шоколады немесе басқа да шоколадтарды қолдануға болады. Енді Түркістан шоколады ыдысымызға майдалап аламыз. Және майды саламыз. Енді осындай қайнап жатқан судың үстіне жаңағы ыдысымызды қоямыз. И біркелкі масса болып араласқанша еркінше қозғап тұрамыз. Жұмыртқамыз осылай ағару керек. Енді болған шоколад салатын боламыз. Енді жаңағы массамызды жұмыртқаға құйып араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, бір-біріне қосып, сұйық массамызға қосамыз. Какао, разрыхлитель. Осындай илектен өткізіп аламыз. Аз-аздан қосып араластырамыз. Шығарда. Енді бұны пергамент қағаздарына салып пісіріп аламыз. Міне осындай пергамент қағазына массамызды салып шығамыз. Қождар пісіп қалды. Мен ортасын тесіп көрдім, піскен екен. Бұны 200 градуста 10 минуттай пісіріп алдым. Міне қождар осындай болып шықты. Осындай қалыңдықта ісіп шықты. Ойымдағыдан да жақсы болып ісіп шықты. Енді тағы жақсылап суын күтемін. Оған дейін крем жасайтын боламын. Енді креміне бізге 500 мл сливки керек болады. 33%-тен жоғары сливки қажет. Алдымен бұны жақсылап араластырып аламыз, кішкене қоюланғанша. Кішкене қоюланған кезде пудрамызды саламыз, сахарный пудраны.
Енді жақсылап араластырып аламыз. Енді творожный сырымызды салып араластырамыз. Менде осындай күшті крем шықты. Қалай айтсам болады, жұмсақ емес, өзінің қалпын ұстап тұратын крем. Өте күшті крем болып шықты. Енді бұны мешокқа салатын боламыз. Мен осындай ыдысқа мешокты салып алдым. Енді шайып саламыз. Соңғы корж. Енді үстіне ганаш істейміз, яғни шоколад істейміз. Сол үшін бізге 50 грамм шоколад және де 30 грамм май керек болады. Осыны водяной баняда ұстап ерітіп аламыз.